Қайырлы күн, құрметті көрермендер, әріптестер. 1941-1945 жылдары дүниені дүр сілкіндірген Ұлы Отан соғысы қазақ елінің тарихында өшпес таңба қалдырды. Осынау қиын жылдары елімізден 1,5 миллионға жуық азаматтар соғысқа аттандырылды. 700 мыңнан аса адам майдан жұмысына, 670 мыңнан аса адам өнеркәсіпте жұмыс істеді. Алматы қаласы мемлекеттік архивіне келіп түскен құжаттар арасында соғысқа аттанған жеке тұлғалардың, мәдениет, өнер қайраткерлерінің, сондай-ақ түрлі мекемелер мен кәсіпорындардан аттанған жұмысшылардың құжаттары бар. Бүгінгі күні архив қорында 22 соғыс ардагерінің, Сталинград шайқасына қатысқан майдангерлердің және 100-ші ұлттық атқыштар бригадасы мүшелерінің құжаттары бар. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай ардагерлердің құжаттарынан ұмытылмайтын ерлік шежіресі атты суретті құжатты көрмені назарларыңызға ұсынамыз. Гвардия полковнигі, Сталинград шайқасының ардагері, Ленин ордені, 1-ші дәрежелі Отан соғысы ордені, 2 мәрте Қызыл жұлдыз ордені, Алтын жұлдыз медалінің, сонымен қатар бірнеше мемлекеттік марапаттардың иесі, Кеңес одағының батыры Сұрағанов Құдайберген Мағзұмұлы. Ұлы Отан соғысының ардагері, Кеңес одағының батыры Жила Федор Никитович. Ұлы Отан соғысының ардагері, 3-ші дәрежелі Даңқ орденінің толық кавалері, Варшаваны азат еткені үшін, Сталинградты қорғағаны үшін, Берлинді алғаны үшін, Германияны жеңгені үшін медальдармен марапатталған. Жоғарғы бас қолбасшы Кеңес одағының маршалы Сталиннен 12 рет алғыс хат алған, одақ көлемінде дербес зейнеткер атағын алған Ибрагим Қалдыбаев. Ұлы Отан соғысының ардагері, Ленинградты қорғауға қатысқан 3-ші дәрежелі Даңқ орденінің толық иегері Михайлов Алексей Александрович. Тарихшы ғалым, Ұлы Отан соғысының ардагері, республика бойынша шетелдік әскери тұтқындар комиссиясының мүшесі, Восходящего солнца орденінің иегері, Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін Совет одағының маршалы Жуков медалімен марапатталған Қызыл жұлдыз және 1-ші дәрежелі Отан соғысы ордендерінің иегері Алданазаров Асқанбек Сапарұлы. Тұңғыш қазақ мультфильмін дүниеге әкелген аниматор, суретші, кинорежиссер, профессор, Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақ КСР-ның мемлекеттік сыйлығының және платинды Тарлан сыйлығының лауреаты, Барлық ордені және Парасат орденінің иегері, 2-ші дүниежүзілік соғыстың ардагері, Қазақстанның мәдениет және ақпарат саласының үздігі Әмен Әбжанұлы Хайдаров. Қазақ КСР-ның бұрынғы қаржы министрі, қаржы саласының үздігі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген экономисі, Ұлы Отан соғысының ардагері, 1-ші және 2-ші дәрежелі Отан соғысы, еңбек қызыл ту және құрмет белгісі ордендерімен бірнеше мерейтойлық медальдармен марапатталған Байсейітов Ырымбек Смақұлы. Суретші альпинист, Қазақстандағы биік альпинизмнің негізін қалаушы, КСР құрамындағы қазақстандық тұңғыш спорт шебері, Қызыл жұлдыз 2-ші дәрежелі Отан соғысы ордендерімен Мәскеуді қорғағаны үшін, Германияны жеңгені үшін медальдарымен марапатталған Колокольников Евгений Михайлович. Ардагерлердің жеке құжаттары. 1944 жылы 16 ақпан Әмен Хайдардың соғыс даласында жарақат алып, Ленинградта лазаретте ем алғандығы туралы анықтама. 1945 жылы 6 наурыз Евгений Колокольниковтың отбасына жеңілдік беру туралы дала почтасынан жіберілген куәлік. 1943 жылы 20 желтоқсан Евгений Колокольниковқа выстрел атқыштар курсын бітірген үшін берілген куәлік. 1943 жыл 14 қаңтар Ырымбек Байсейітовке жарақат салдарынан 3-4 саусақтарының кесілгендігі туралы госпиталь дәрігерінің берген анықтамасы. 16 сәуір 1943 жыл Ырымбек Байсейітовке 2 саусағының жоқтығын растайтын анықтама. 1942 жыл 27 тамыз капитан Колокольниковқа гвардия белгісін беру туралы анықтама. 1943 жыл 4 желтоқсан әскери бөлімнің дала почтасы арқылы Қалкеновке гвардия белгісін беру туралы жіберілген куәлік.
1942 жыл 9 қаңтар жарақат алған Евгений Гвоздевті эвакуациялық госпитальдан туған жері Алматыға жіберу туралы жолдама. 1943 жылы 7 қазан Борис Абрамовичті ерлігі үшін медалімен марапаттау туралы анықтама. 1945 жыл 1 қазан Ибрагим Қалдыбаевты 3 дәрежелі даңқ орденімен марапаттау кітапшасы. 1945 жыл 4 мамыр Шамиль Шариповты ерлік көрсеткен үшін медалімен марапаттау туралы уақытша куәлік. 1945 жыл 9 ақпан сержант Кенжебаевқа берілген әскери мінездеме. Көрменің 3 бөлімінде архив қорынан алынған соғыс ардагері, кеңестік және қазақстандық актер, опера әншісі, театр режиссері, педагог профессор, Қазақ КСР-ның халық әртісі, платинті Тарлан тәуелсіз сыйлығының және халықаралық Аймауытов сыйлығының иегері Каукен Кенжетаевтың 1942-1946 жылдары Хабаровск қаласындағы шекарашылар ансамблінде жүрген кездегі түсірілген суреттері топтастырылған альбомнан алынған суреттер. Суретші Қазақстандағы биік альпинизмнің негізін қалаушы альпинист, КСРО құрамындағы тұңғыш қазақстандық спорт шебері, Қызыл жұлдыз, 2 дәрежелі отан соғысы ордендерімен, Мәскеуді қорғаған үшін, Германияны жеңген үшін медальдармен марапатталған Евгений Михайлович Колокольниковтың жеке альбомынан алынған суреттер. Сондай-ақ, Ленинградты қорғауға қатысқан 3 дәрежелі даңқ орденінің толық иегері Алексей Михайловтың жеке суреті қойылды. Үміт отын жалғаған хаттар. 1943 жыл 4 қаңтар Әмен Әбжанұлы Хайдаровтың қарындасы Раяға жазған хаты. 1943 жыл 1 мамыр, 1943 жыл 26 қаңтар Марюхиннің отбасына жазған хаттары. 1942 жыл 2 қаңтар жауынгер Нечаевтың фабрика жұмысшыларына жазған хаттары. 1942 жыл 1 қаңтар жауынгер Шестаковтың темекі фабрикасының ұжымына жазған хаттары. Фабрика басшыларына жазылған хаттар. Жауынгер Корневтің фабрика жұмысшыларына жазған хаты. 1943 жылы 26 тамыз Алматы темекі фабрикасы жастарының майданға жазған хаты. Қалам ұшындағы соғыс іздері. Бұл бөлімге суретші Колокольниковтың қорынан алынған памятка бойца лыжника, шаңғышы жауынгерге арналған жаднамасы ерекше көңіл бөлуге тұрарлық. Мұнда шаңғышы жауынгердің шекарадан өту, атыс кезінде қаруды пайдалану, бағыт бойынша жау тылына кіру тәсілдері суретпен бейнеленген. Сонымен қатар суретші Шнейдерманның соғысты бейнелейтін суреттері. Соғысқа біз миналарды айналып өттік, соңғы снарядқа дейін қиын жолдармен майдандас достарымызды жоғалттық тақырыбында салған суреттері алынып отыр.